Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гаухар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздерді көрмегелі қанша болды. Бүгін мен сіздерге өзімнің акт сабағынан берілген тапсырманы сіздерге түсіндіретін боламын. Маған берген тапсырма бізде мобильді технологиялар. Мына менде жоспар, мобильді технологиялар дегеніміз не, оның кіріспесі, және мобильді технологиялар дегеніміз не. Мобильді технологиялар қазіргі өмірде өте маңызды. Олар біздің өмірімізді жеңілдетіп, түрлі нәрселерді жасауға көмектеседі. Мобильді телефондар мен смартфондар алғашында тек қоңырау шалуға ғана қолданылатын еді, бірақ қазір олар күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналды. Смартфондар арқылы біз интернетке кіріп, әлеуметтік желілерде отыра аламыз. Жұмысымызды онлайн істеп, ойындар ойнай аламыз. Бізде мобильді технологияның қазіргі қоғамдағы рөлі, ол бізде адамның өмірінің барлық саласына әсер етіп, оларды түбегейлі өзгертті. Смартфондар, планшеттер, ақылды сағаттар мен басқа да мобильді құрылғылар коммуникациядан бастап бизнес, білім, денсаулық сақтау және медицинада кеңінен қолданылады. Бізде осы мобильді технологиялар, алғашқы мобильді технологияларының 5 буыны бар. Бірінші буын, яғни ол 10 жыл бұрын пайда болған ұялы телефондар, алайда ұялы байланыс содан бері айтарлықтай өзгеріске ұшыраған. Екінші буын, яғни құрлық пен әлем арасында ыңғайлы роуминг ұсынды. Ең үздік сапалы деректер алмасумен жіберді. Яғни оның үшінші буынында бізде жоғарғы сапалы дыбыс, дауыс, сурет, контент, мультимедиасымен қамтамасыз етті. Ақпарат жіберу жылдамдығы 9,16 кбит/мбит құраған болды. Төртінші буында мобильді технологиялар ақпарат жіберу жылдамдығы 10 мбит/секунд болды. Бесінші буыны қатты дамыды жоғарғы жылдамдықпен. Алғашқы телефондардың даму тарихы алғашқы телефонды Александр Грэхэм Белл ойлап тапты. Ол 1876 жылы 7 наурызда телефонның патентін ойлап тапты, және электрлік телефонды ойлап тапқан болатын. Одан кейін де шектеліп қалған жоқ. Одан кейін де ғалымдар да, инженерлер де осы мобильді технологияларды, смартфондарды дүниеге алып келді. Ең алғаш бірінші суретте алғашқы телефон, екінші суретте Александр Грэхэм Белл, үшінші суретте ол телефондар туралы. Телефон ойлап тапқан ғалымдар, ол Эмиль Беринер, Томас Эдисон, Антонио Мичуни, Алмон Браун, Мартин Купер. Осылайша телефон технологиясы бір адаммен ғана шектелмей, уақыт өте келе түрлі ғалымдардың еңбегімен жетілді. Бұл есептеулер, бұл мобильді құрылғыларды сақтау орны, ол бізде көптеген қызметтер осы бұлтты есептеулерде сақталынады. Бұл деректерді қауіпсіз сақтап, кез келген жерде қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мобильді құрылғылар, оған бізде смартфондар, планшеттер, смарт сағаттар, ноутбуктер, электронды кітаптар кіреді. Бұл құрылғыларды кез келген жерде қолдануға болады. Олар мобильді өмір сүру үшін ыңғайлы. Мобильді интернет бұл ұялы байланыс желілері арқылы интернетке қосылу қызметі. Бізде айтатындай жаңағы мобильді құрылғылардың 3 буыны бар: 3G, 4G және 5G. Мобильді технологиялардың болашағы жасанды интеллект, интернет заттары, IoT, виртуал және кеңейтілген шындықпен бірге жасалып келе жатыр. Мысалы, IoT-пен ол мобильді құрылғылар ақылды үйлер мен құрылғылармен байланыстырады. Мысалы, смартфондар арқылы үйдегі жарықты, температураны және қауіпсіздікті білуге болады. Одан кейін бізде мобильді қауіпсіздік бұл құрылғылар мен қосымшалар арқылы жеке ақпараттың қорғалуы. Қазіргі заманда мобильді құрылғыларды қорғау, өзіміздің жеке басымыздағы ақпаратты қорғау, ол саналы болып саналады. Мобильді ойындар бұл гаджеттермен ойнаған ойындар. Егер оны уақытымызды тиімді өткізбесек, уақыт құрбысы кетеді. Мобильді технологиялар қайда қолданылады? Білім беруде, денсаулық сақтауда, бизнесте, күнделікті өмірде олайына қолданады. Мобильді технологияның артықшылығы қолжетімділік, жылдамдылық. Осы мобильді технологияның артықшылығына кіреді. Қорытындылай келген кезде мобильді технологиялар қазіргі қоғамның маңызды бөлігіне айналды. Олардың көмегімен біз баланс орнатып, ақпарат аламыз, жұмыс жасаймыз, ойындар ойнаймыз және көп басқа да әрекеттерді жүзеге асырамыз. Мобильді құрылғылар мен интернет арқылы адамдардың өмірі жеңілдеп, көптеген қызметтер қолжетімді болды. Мобильді технологиялар басты артықшылығы, оларды кез келген жерде, кез келген уақытта қолдануға болады. Смартфондар мен планшеттер сияқты құрылғылар интернетке қосылуы, әлеуметтік желілерде хабарласу немесе ойын ойнау секілді көптеген қызметтерді пайдалану мүмкіндігі ашылады. Бұл технологиялар жұмысты қашықтықтан істеп білім алу үшін өте қолайлы. Мына жерде бізде осылай қорытындыны бітірдік. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мұнда бізде пайдаланылған әдебиеттер көздері бар. Пайдаланылған әдебиеттер, яғни мен
өзіме керек дүниені осы әдебиеттерден алдым. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алда көптеген видеолар күтеді. Мені күтіңіздер. Сау болыңыздар.